Өткен отырыста әріптестеріміз бірнеше ұсыныс енгізді. Олар өте маңызды және көптеген елдерде конституциялық құқықтық реттеудің нысанасына жатады. Осыған байланысты жобада аталған жаңалықтарды бекітетін нормалар қосымша қарастырылып отыр. Мысалы, теңгені ұлттық валюта ретінде конституциялық тұрғыда бекіту туралы ұсынысты іске асыру мақсатында екінші бап 6-шы тармақпен толықтырылды. Аталған тармаққа сәйкес, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы ақша бірлігі теңге. Теңгені эмиссиялаудың айрықша құқығы Қазақстан Республикасына тиесілі. Бұл ұсыныс жайлы өткен отырыста комиссия мүшелері Айдарбек Қожаназаров және Нұртай Сабильянов мырзалар айтқан болатын. Сонымен қатар, ол туралы азаматтар мен қаржы жүйесі өкілдерінің жолданымдарында да баяндалған. 6-шы бапта мемлекеттік органдарда саяси партия ұйымдарын құруға жол берілмейтіні туралы норманы 1-ші тармақтан дәл сол редакцияда 2-ші тармаққа көшіру ұсынылады. Бұл норма аталған баптың 2-ші тармағының ережелерін қисынды түрде толықтырады деп есептейміз. Аталған тармаққа сәйкес мемлекеттің қоғамдық бірлестік ісіне, ал қоғамдық бірлестіктің мемлекет ісіне заңсыз араласуына және қоғамдық бірлестікке мемлекет орган функцияларын жүктеуге жол берілмейді. Жобаның 12-ші бабы Қазақстан Республикасының азаматтығы мәселелеріне арналған. Осы баптың 3-ші тармағына түзету ұсынылады. Оған сәйкес Қазақстан Республикасының азаматында қос немесе көп азаматтығы болуына жол берілмейді. Өзге ел азаматтығының болуы заңда көзделген тәртіппен және белгіленген жағдайда Қазақстан Республикасының азаматтығын тоқтатуға негіз болады. Енгізілген ұсыныстардың ішінде мемлекеттік билік органдары мен олардың қызметшілерінің құқыққа қайшы әрекеттері салдарынан келтірілген зиянның өтелуіне әркімнің құқығын Конституцияда бекіту мәселесі үлкен қызығушылық танытады. Бұл туралы әріптестеріміз Серік Ақылбай мырза және Қарлығаш Жаманқұлова ханым жан-жақты негіздеме берген болатын. Қолданыстағы заңнамада мүліктік және моральдық шығынды өтеу тетіктері қарастырылған. Қылмыстық процестік кодекстің 4-ші тарауы қылмыстық процесті жүргізетін органның заңсыз әрекеттерінен келтірілген зиянды өтеу тәртібін реттейді. Азаматтық процестің 9-ші бабында азаматтық іс бойынша іс жүргізуге қатысатын тұлғаның ар-намысын қорлайтын немесе қадір-қасиетін кемсітетін, іскерлік беделін кемітетін әрекеттерге тыйым салынған. Азаматтық сот ісін жүргізу барысында мемлекеттік органдардың және лауазымды адамдардың заңсыз әрекеттерінен жеке тұлғаға келтірілген моральдық зиян, жеке тұлғаға немесе заңды тұлғаға келтірілген залалдар заңда белгіленген тәртіппен өтелуге тиіс деп бекітілген. Бұндай ережелер басқа заңдарда да бар. Осыған орай Конституция жобасының 15-ші бабы 4-ші тармақпен толықтырылды. Онда әр адамның, мемлекеттік органның немесе оның лауазымды адамының заңсыз әрекетімен не әрекетсіздігімен келтірілген зиянды мемлекеттен өтетіп алуға құқығы бар деп қарастырылды. Уважаемые члены комиссии, на заседаниях комиссии мы неоднократно обсуждали предложение о необходимости укрепления гарантий защиты права каждого на личную свободу в ходе уголовного процесса. В этом направлении предлагалось конкретные сроки задержания без судебного решения устанавливать на законодательном уровне. В статье 18 проекта Конституции указано, что без судебного решения человек не может быть подвергнут задержанию на сроки, предусмотренные законом. Как показывает анализ поступивших предложений, данное положение проекта понимается неоднозначно, вызвало дискуссии.
в связи с чем оно скорректировано. Согласно новой редакции, без судебного решения человек не может быть подвергнут задержанию свыше сроков, предусмотренных законом.